Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қызыл барқат мәрмәр печеньесін бірге әзірлейік. Ол үшін бізге 150 грамм қант, 1 шай қасық какао, 50 мл сұйық май, 1 дана жұмыртқа, қопсытқыш 10 грамм қызыл бояғыш, сүт 45 мл қант ұнтағы және 220 грамм ұн керек. Алдымен 1 дана жұмыртқамызға 150 грамм қантымызды, 50 мл сұйық маймызды, 45 мл сүтімізді қосып, жақсылап шайқағышпен, яғни венчикпен араластырып аламыз. Массамыз жақсылап араласқан соң, шай қасықтың ұшымен астикор бояғышын қосып, тағы да араластырып аламыз. Егер сіздерде сұйық бояғыш болатын болса, 10-15 тамшы қоссаңыздар болады. 220 грамм ұнымызды бірден қоспай, илеуіштен жартылай ұнымызды өткізгеннен кейін 1 дана, яғни 10 грамм қопсытқыш және 1 шай қасық какаомызды қосып, қалған ұнымызбен біркелкі қоймалжың масса шығарамыз. Достар, егер де осы видеом ұнап жатса, каналыма көмектесулеріңізді сұраймын. Алдымен видеома лайк басып, содан кейін төменде поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желілерде бөліссеңіздер, менің каналыма тіркеліп, комментарий арқылы пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздердің лайк комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Массамызға артық ұн қоспаймыз. Дайын болған қамырымыздың бетін ас пленкасымен жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. 2 сағаттан кейін қамырымыз қолға қатты жабыспайтын болып шығады. Шай қасықпен алып, дөңгелек пішін шығарып, қант ұнтағына аунатамыз. Дайын болған печеньеларымызды қызып тұрған 180 градус пеште 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Осымен біздің қызыл барқат мәрмәр печеньесі дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қонақтарыңызға немесе отбасыңызға жасап берсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Егер де рецепт ұнаған болса, төменде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Әлеуметтік желілерде, яғни Instagram, Facebook, WhatsApp'та достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.